Бақбақ гүлінің пайдасы. Көптеген денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар. Бұл гүл халық медицинасында ертеден дамыған. Оның басты пайдаларын ұсынамын. Саламатсыздар ма, қыз-келіншектер арнасының көрермендері? Бүгін мен сіздерге бақбақ гүлінің пайдасы және зияны жайлы айтпақшымын. Бірінші пайдасы. Ас қорытуға көмектеседі. Бақбақ гүлі асқазан сөлін арттырады, тәбетті ашады және ас қорытуды жақсартады. Ал екінші қасиеті бауырға пайдалы. Гүлінің тұнбасы немесе шайы бауырды тазартып, оның жұмысын жақсартады. Үшінші қасиеті қан тазартқыш қасиеті бар. Бақбақ токсиндерді ағзадан шығартады, қан айналымын жақсартады. Төртінші қасиетіне келетін болсақ, қабынуға қарсы әсері бар. Түрлі қабыну ауруларына қарсы, соның ішінде буын ауруларында пайдалы. Ал бесінші қасиетіне де жетіп келдік. Демікпе мен жөтелге қарсы. Кептірілген гүлдерден жасалған тұнбалар тыныс жолдарын тазартып, жөтелді жеңілдетеді. Алтыншы қасиеті зәр айдайды. Денеде жиналған артық суды шығаруға көмектеседі. Жетінші қасиеті болса, теріге пайдалы екен. Безеу мен жараларға бақбақтың тұнбасын сыртынан жағуға болады екен. Бақбақ гүлінің пайдасымен қатар кейбір жағдайда зияны да болуы мүмкін. Әсіресе оны шамадан тыс немесе дұрыс пайдаланбаса. Бақбақ гүлінің зияны жайлы сіздерге айтып берейін. Біріншісі, бақбақ гүлінің зияны аллергия туғызуы мүмкін. Кейбір адамдарда бақбаққа аллергия реакция, терінің қышуы, бөртпе, түшкіру болуы мүмкін. Екінші, асқазанға ауырлық беруі мүмкін. Қатты қышқылдылығы бар адамдарда асқазанды ашытуы немесе қыжыл шақыруы мүмкін. Үшінші, өт тасы бар адамдарға зиян. Өт айдайтын қасиеті бар болғандықтан, өтінде тас бар адамдарға қолданылуға болмайды. Тасты қозғап, ауырсынуды тудыруы мүмкін. Төртінші зияны, жүктілік кезінде абай болу керек. Жүкті және бала емізетін әйелдер бақбақты қолданар алдында дәрігермен кеңескені жөн. Бесінші зияны, шамадан тыс қолдану. Көп мөлшерде ішкен жағдайда іш өтуі немесе асқазан тітіркенуі мүмкін. Егер бақбақты дұрыс мөлшерде денсаулығың ескеріліп қолданса, ол пайдалы. Бірақ егер денеңе ерекше жағдайлар болса, дәрігермен кеңесіп пайдаланған дұрыс. Мінекей достар, бақбақ гүлінің пайдасы мен зияны жайлы біліп алдыңыздар. Осындай пайдалы ақпараттарды біліп, естіп отыру үшін менің арнама тіркеліп қойсаңыздар, әлі талай пайдалы ақпараттарды беретін боламын. Менің арнамның дамуына үлес қосып, маған тіркеліп және осы видеоларым керек болады ау деген адамдарға видеоларымның сілтемесін жіберіп отырсаңыздар.